борышымды өтеуге бара жатқаның мені қуантады. Мен саған үлкен үміт күтемін, бала. Борышың міндетіңді абыроймен аяқтап, ортамызға аман есен оралуыңды тілек етемін. Сапарың сәтті болсын, жолың болсын, бала. Айналайын құлыным, ер жігіт ел үшін туады. Әкенің үмітін ақта, балам. Ақ жол саған, сапарың сәтті болсын. Ағатай, жолыңыз болсын. Мен сізді сағынатын боламын. Маған хат жазуды ұмытпаңыз. Қош болыңыз, ағатай. Инду коштың жотасында таң жақын, ұқсап атып келе жатты қан қатым. Байлап алды дұшмандар қапыда, қолға түскен бір топ кеңес солдатым. Алып келді қауға сақал беліне, дінсіздерді жүк қылмайық деді ме? Тұтқындардың бірден шешті тағдырын, қарамады түріне де тегіне. Оқ атуды шығын көріп жай жауға, қанжарларын аспай-саспай қайрауда. Жап-жас қазақ жауынгері бір шетте, күрсінеді аяқ қолы байлауда. Өкінішті ақ көктемнің бұл таңында, қоштасатын жақыны жоқ жанында. Ол кешегі Берлинді алған қазақтың, жалғыз еді қайсарлық бар қанында. Қайран әкем, жалғыз ұлым, өз артыңнан бенерген. Қарындасым, қоштасып ең сенмемен. Енді міне қала береді жат елде менің денем. Қош бол туған жерім, туған елім. Қазақсың ба бауырым? Мен не осы жақтың қазағымын. Мен сені өлтірмейін, тек жібіңді жіберейін. Жолыңды тап бауырым, дәм түзіңді тауыспапты жаратқан. Мен сендерді осы қарғыс атқыр жерде соңғы сапарларыңа аттандырам деп ойламаппын. Отан алдындағы борышымды өтеймін деп келгенде, сендерге осы қарғыс атқыр жердің топырағы бұйырғанын білмедім. Кеудем өкінішке толы. Бірақ та мені осы бүгін қанжардан аман алып қалған қазақ тілім.